Өте дәмді чечевичный крем суп, яғни жасымық сорпасын жасаймыз. Ол үшін бізге куркума, паприка, кориандр, сәбіз, пияз, чечевица және картошка және бір қасық май қажет. Майымызды қыздырып алып, үстіне пиязымызды салып қуырып аламыз. Оның үстіне сәбіз, картошка салып қуырамыз. Үстіне паприка, чечевицамызды, куркума және кориандрды салып, тұз салып, араластырып, үстіне су құямыз. Қайнағаннан кейін бетін жауып, астын жай қоямыз. Піскен кезде блендермен араластырып, еземіз. Дайын болған крем суымызды, яғни сорпамызды кептірілген нанмен, көк шөппен ұсынамыз. Ас болсын.